Мен болашақта кім болсам екен? Қандай мамандықтар біздің елімізде маңызды? Таңдайтын мамандығымның да халыққа пайдасы тигенін қалаймын. Әлемнің қауіпсіздігі, тұтастығы, тыныштығы мен үшін бірінші орында. Соңғы жылдары көптеген төтенше жағдайлар орын алуда. Соның ішінде елімізде өрт қаупі жоғары болып тұр. Өрт тілсіз жау деп бекер айтпаған. Өрттің пайда болуын болжап та біле алмаймыз. Жаңалықтардан тілсіз жаудан құтқарған баланың ерлігі туралы естігенмін. Батыл да батыр бала екен. Болашақта мен өрт сөндіруші болып, халқымды апатты жағдайлардан құтқарғым келеді. Өрт сөндіруші мамандығы жүректілік пен батылдықты талап етеді. Болашақта таңдайтын мамандығымның қыр-сырын білу үшін өрт сөндірушілерден білгенім жөн болар. Мен өскенде сіздер сияқты өрт сөндіруші болғым келеді. Менің сізге қоятын сұрағым, сіз өрт сөндіруші мамандығын қалай таңдадыңыз? Мен өрт сөндіруші мамандығын мектеп кезінен осы өрт сөндіруші ағаларымызды көріп, солардан үлгі алып, солар сияқты адам құтқарып өрт сөндіру бала кезінен арман болады. Содан өсіп мектеп бітіріп, отан алдында борышымды өтеп келгеннен кейін өрт сөндіруші мамандығына жұмысқа орналастым. Өрт сөндіруші мамандығының талаптары қандай? Өрт сөндіруші мамандығының талаптары ең бірінші шыдамдылық керек, төзімділік, өртке адам төзімділік керек. Тез шаршап қаласыз, бұндай адам өмірін құтқару. Мысалы мектептерге, мекемелерге барғанда ең бірінші адам өмірі, сондай-ақ маңызды құжаттарды шығарып, содан кейін бар өрттің ең қатты жанып жатқан жерін сөндіру болып табылады. Рахмет, сіз маған өте жақсы көмектестіңіз. Тіпті сұрағыма жауап алған десем де болады. Өскенде мен де сіздер сияқты өрт сөндіруші болып, адамдарды апатты жағдайдан құтқарып, көмектессем деймін. Рахмет, осылай өрт сөндіру бөліміне келіп, менімен сұхбаттасып, ақыл сұрап жатқанымызға. Өскенде үлкен азамат болуыма тілектеспін, өрт сөндіруші болып жұмыс орналасуыма тілектеспін. Болашақта мамандық таңдағанда қателеспеймін. Өрт сөндірушілердің жұмысы ерлікпен пара-пар екен. Өз өмірін қауіп-қатерге тіге жүріп, өзгенің өмірін арашалап қалатын жандар қызыл жалын тұтанған сайын ерлік жасайды. Өрт сөндіруші сөзі абырой, батырлық, өжеттілік сөздерімен қатар естіледі. Мен өз таңдауымды жасаған сияқтымын. Болашақта жүректілердің мамандығы өрт сөндіруші болады.